Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен осылай өте дәмді шығатын нанның рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға ситодан ұнымызды өткізіп аламыз. Содан кейін үстіне бір шай қасық тұзымызды, қантымызды және дрожжымызды саламыз. Содан соң үстіне жылы суымызды және сұйық сары майымызды құйып, алдымен қасықпен, содан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қоямын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шықты. Енді дайын болған қамырымызды осылай алдымен қолымызды майлап алып, қамырымызды майлап шығамыз. Содан кейін бетін жауып, 1-2 сағатқа көтерілгенге дейін қалдырамыз. Мінекей қамыр көтерілді. Енді осыдан нанымызды жасаймыз. Осы қамырдан 2 штук нан шығады. Алдымен астына ұнымызды сеуіп, қамырымызды қолмен жайып шығамыз. Осылай видеода көргендей барлығын осылай жасаңыздар. Енді жұқа етіп жайып болғаннан кейін нанымызды орап аламыз. Барлығын видеода көрсеткендей етіп жасаңыздар. Енді орап алдық, тағы да осылай шетінен орап алатын боламыз. Мінекей орап болдық, енді осы қамырымызды жайып аламыз. Мен оқтаумен жайдым, сіздер де осылай оқтаумен жұқа етіп жайсаңыздар болады. Оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Содан кейін жұқа етіп жайып болғаннан кейін тағы да қамырымызды бір шетінен бастап орайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Енді дайын болған нанымызды пергамент қағазының үстіне осылай орналастырамыз және бетін пленкамен жауып 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз 20 минут тұрғаннан кейін осылай көтеріледі. Енді үстіне суымызды жағып шығамыз. Енді үстіне осылай ситодан ұнымызды өткізіп, кішкене сеуіп жіберсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Және мен пышақпен осылай өрнектерді салдым. Бұл әдемілік үшін. Енді дайын болған нанымызды қызып тұрған пешімізге салып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Нан өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, және нандарыңыз суығаннан кейін барып кесіңіздер. Іші осылай үлпілдек болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ал ас болсын. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін.